Баршаңызға сәлем, менің YouTube арнама қош келіпсіз. Бүгін мен сіздерге холодец дайындап көрсететін боламын. Өздеріңіз білетіндей, холодецтің пайдасы өте көп. Әсіресе қыс мезгілінде жасап жесеңіздер, ағзаларыңызға өте пайдалы қыздар. Міндетті түрде видеомды соңына дейін қараңыздар. Мен сіздерге холодецтің пайдасымен қоса зияны туралы да айта кететін боламын. Тазаланған сиырдың сирақтарын алып, жақсылап тұзды сумен жуып аламыз. Тұзды сумен, сода сумен жусаңыздар болады. Үстіне 5-6 литр су құйып, отқа қоямыз. Бір қайнағаннан кейін жақсылап көбігін алып шығамыз да, жай қойып, бетін жауып 7-8 сағат қайнататын боламыз. 7-8 сағаттан кейін негізі жай қатты қайнамау керек, және жайда қайнамау керек. Бір қалыпта қайнап тұрып 7-8 сағат қайнаса, дәл осылай еті сүйегінен ажырап шығады қыздар. Сол уақытта лавровый лист және де сәбіз қостым. Негізі сіздер дәл осы уақытта әртүрлі пияз немесе өзіңізге қажетті, өзіңізге ұнайтын көкөністерді қоссаңыздар болады. Енді сәбізі піскенше пісіресіздер. Сәбізі піскеннен кейін оттан түсіріп, кішкене суытып алғаннан кейін осылай етін бөлек, сорпасын бөлек сүзіп аласыздар. Етін сүзіп алғаннан кейін сорпасын 2-3 рет қайтара сүзгіден өткізу керек. Сол кезде тынық әдемі болып шығады холодецтеріңіз қатқан кезде. Осыны бөліп алып, сәбізін бөлек бөліп аласыздар да қыздар. Одан кейін барып әдемілеп жайғастыруға кірісеміз қыздар. Осы холодецтің негізі әртүрлі атаулар бар. Негізі тоңазма, тоңба немесе іркілдек деген деп те атайды екен қазақша. Енді осы сорпаларымыз дайын, жинай берсек болады. Холодецтің еттерін әдемілеп кесіп аламыз ыңғайлы етіп. Және де бірінші сәбіздерін орналасып шықтық. Осы жерде укроп немесе кинза сияқты әртүрлі шөптермен астыңғы жағына қойып жіберіп сәндесеңіздер де болады. Ол өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Егер де сіз жасап сататын болсаңыз, кішкене әртүрлі оформление жасай берсеңіздер болады қыздар. Осылай барлығын жайғастырып алғаннан кейін мен осындай табақтарға істедім. Сіздер силиконовый ыдыстарға да жасай берсеңіздер болады. Үстіне сорпасын құйып шығып, сорпасы суығаннан кейін барып холодильникке салып аласыздар. Менікі холодильникте емес, салқын жерде бір түн тұрды. И осылай қатып шыққан қыздар, өте әдемі болып формасын ұстайтын болып қатып шыққан қыздар. Холодецтің пайдасын айтпасам да өздеріңіз білетін шығарсыздар. Сүйектерге, буындарға өте пайдалы, бірақ бір зияны, бұның калориясы өте көп болады сиырдың аяқтарының. Сондықтан да көп жесеңіздер артық салмақ қосуларыңыз мүмкін. Ал егер де артық салмақсыз жасаймын десеңіздер, тауықтың аяқтарынан жасасаңыздар болады қыздар. Міндетті түрде менің арнама жазылмаған болсаңыз жазылып, колокольчик басып алыңыз. Сонда менің әр шығарған видеом сіздерге SMS болып барады қыздар. Рахмет.